Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көкөністерді қысқа қатырып алудың әртүрлі жолын көрсететін боламын. Сонымен қатар сақтауға арналған, қатыруға арналған әртүрлі ыдыстарды пайдаланатын боламыз. Видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын лайк басып, тіркеліп, каналыма қолдау көрсетіп жіберулеріңізді сұраймын. Біз бүгін көкөністерден қызыл болгар бұрышын және кабачокты қатыратын боламыз. Қызыл болгар бұрышын әртүрлі формада, әртүрлі тамаққа арнап кесіп аламыз. Ал енді кабачокты мінекей өздеріңіз көріп отырғандай дөңгелектеп бір түрін, екінші түрін кабачоктан рулет жасағанға арнап осылай тілімен кесіп алатын боламыз. Ал енді бірінші қатыруды кабачоктан бастаймыз. Кабачокты жақсылап жуып, мінекей сорықтырып аламыз. Енді керек емес жағын, бас жағын осылай пышақпен алып тастаймыз. Енді бізге осындай терка керек. Терканың көмегімен біркелкі етіп кесіп шығамыз. Егер сіздерде терка болмаса, өздеріңіз пышақпен кесіп шықсаңыздар да болады. Бірақ мен біркелкі әдемі болып шығу үшін, рулетіміз де әдемі шығады біркелкі болып, сондықтан осындай терканың көмегімен әрдайым қолданамын. Ал енді дәл осылай дөңгелектеп кесеміз кабачогымызды. Қалыңдығы да көріп тұрғандарыңыздай барлығы бірдей әдемі шықты. Мінекей алдын ала дайындап турап алған кабачогымызды енді бір-бірден осылай тақтайшаның үстіне осылай жайып шығатын боламыз. Мінекей бірінші қабатын жайып алдық, оның үстіне енді целлофан мешочекті жайдық, енді екінші қабатын жайып жатырмыз. Негізі целлофан мешочектің орнына пергамент қағазын қолдансаңыздар да болады, немесе кәдімгі пленкамен былай орап алсаңыздар да болады. Бірақ маған ыңғайлысы кәдімгі осындай мешоч пакетикті алып төсеп, мінекей үшінші қабатын жайып жатырмыз. Яғни пакетик өте ыңғайлы. Мінекей қалыңдығы біркелкі, теркамен кескен маған өте ұнайды өзіме. Әрі қысты күні алып өте ыңғайлы рулеттеріңізде әдемі шығатын болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, тағы да қайталап өтемін. Кәдімгі с ручкой пакетикті мен төсеп жатырмын. Үйде бар пакетикті. Сіздерде дәл осындай өздеріңізге ыңғайлы пакет болсын, пергамент қағазы болсын, не болмаса целлофан жаңағыдай без ручки пакет болсын, қайсысы қолайлы, сол қолдансаңыздар, сол затпен қолдансаңыздар болады. Енді мінекей қанша қабат шыққанын санап жатырмын. Ал енді формасы дөңгелектеніп кесілген кабачогымызда мінекей дәл алдындағыдай тақтайшамызға пакетикті төсеп, осылай бір қабат төсеп алғаннан кейін міндетті түрде үстіне екінші пакетигімізді төсеп, дәл алдындағыдай салып шығатын боламыз. Ал енді басты маңызды бір нәрсеге тоқтала кетейін. Неліктен осы кабачоктардың көкөністердің арасына пакетик салды деп ойлайсыздар? Себебі, яғни мына қатырып жатқан көкөністеріміз осы пакетиктердің арқасында былжырамай, бір-біріне жабыспай, әдемі қатырылып, сақталып шығады. Мінекей кабачогымызды турап біттік. Екі жолмен енді мұздатқышқа салып қатыратын боламыз. Енді біздің қазір мен түсіруді ұмытып кетіппін. Бір күннен кейін алдым. Мінекей қатып дайын тұр кабачогымыз. Екі түрлі, біреуі дөңгеленген түрі, екіншісі осылай тіліммен. Енді қараңыздаршы, мінекей бұл тапырдың ыдысына салып жатырмын. Тапырдың ыдысы охлаждающий лоток деп аталады. Арнайы кейін мұздатқышта ары қарай сақтауымызға арналған өте керемет ыдыс. Қараңыздар, енді дәл осылай бір қолыма жинап алып, осы ыдысқа әдемілеп тұрып салып жатырмын. Мінекей рататуй пісірсеңіздер де, кейін не болмаса әртүрлі язычок пісірсеңіздер де өте, немесе картоппен қуырсаңыздар да қысты күні рахатын көретін боласыздар. Ал енді мінекей мықтап жақсылап жаптық, тексердік. Ал енді екінші жолмен кесілген кабачогымызды мінекей ыдысқа салып жайғастырып жатырмыз. Бұл ыдысты кез келген базарда сатып алсаңыздар болады. Яғни қолжетімді, оңай табылатын осындай ыдыс. Қазір біз мінекей қатып тұрған осы кабачоктарымызды біркелкі етіп салып жатырмыз. Біркелкі етіп, жаймен байқамасаңыздар, байқадыңыздар ма видеодан, алып жатқан кезінде мысалы сынып кетті. Сынып кеткендерінде кез келген тамаққа қолдануға болады, бірақ дегенмен де сол алып жатқан кезде мұқият болып, абайлап, осылай әдемі қылып жаңағыдай ыдысымызға салып алған дұрыс. Ал енді үшінші ыдыс, бізде ыдыс ретінде жаңағы арнайы қатыруға арналған мінекей пакетиктерді қолданып жатырмын.
көкөністерді негізі пакетикпен сақтағанда өте ыңғайлы, көп орын алмайды бір жақсысы. Енді біз пакетикке мен салып жатқаным, өйткені кабачокты біз алдын ала бір тәулікте қатырып алдық, өзінің формасын ұстап тұр. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі осындай қатыруға арналған әртүрлі пакетиктерде, мінекей ыдыста, не болмаса тапырдың арнайы охлаждающий лоток деп аталатын ыдыстарында сақтайтын боламыз. Ал енді мұздатқышқа орналастырамыз. Бізде алдын ала бір тәулік бұрын қатырып алдық. Олардың барлығын, қатырылған кабачоктардың барлығын ыдыстарға салып, мінекей мұздатқышқа салып жатырмыз. Ал ендігі кезекте біз мінекей бағана айтып өткенде қызыл болгар бұрышын әртүрлі формада кесіп алдық. Әртүрлі тағамға арнап, мінекей соломка қылып кесіп алдық. Одан кейін үш бұрышты қылып кесіп алдық. Сірне жасасаңыздар да, мысалы әртүрлі дімлема жасаңыздар да, әртүрлі тағамдарға, мысалы кубик, мысалы лагманға, егер майдалау қыламын десеңіздер, майдалап турап алсаңыздар да болады. Қуырдаққа қосқанға, әртүрлі тағамға мінекей әртүрлі формада кесіп дайындап алдық. Ал біз полугорки, мінекей бұрышты жақсы көреміз, сондықтан біз аршымай тек қана сыртын жақсылап жуып алдық та дәл осы күйінде қатыратын боламыз. Қызыл болгар бұрышын тек қана пакетиктерде салып қатыратын боламыз. Енді дүкен сөрелерінде немесе базарда дәл осындай пакетиктерді тауып алуға болады. Мен 1 литрлігін қолданып тұрмын, және маған ұнайтындығы осылай арнайы застежкасымен өте ыңғайлы. Не болмаса, мінекей осындай бір 100 штугы, мысалы 600 теңге тұрады екен, базардан дәл осындай сатып алдым. Енді мына застежкамен қымбатырақ, мен бұны магазиннен алдым, бірақ дегенмен застежкамен өте ыңғайлы. Одан кейін бір айта кететін жайт, осы пакетиктерге салған кезде көкөністерді нығыздап қатты толтырмаймын, яғни 1-2 тағамға жететіндей мөлшерде ғана салып қатыратын боламыз. Қызыл бұрыштың мен турардың алдында сыртын ғана жақсылап жуып алдым, содан кейін ішін тазалап, мінекей әртүрлі формада кесіп шыққан болатынмын, оны айтуды ұмытып кетіппін. Ал енді қазір осы тағы да бір айта кететін жайт, яғни осы қызыл бұрыштарды кесілген дәл алдында көрсеткендей кабачоктағыдай арасына целлофан салып немесе пергамент қағазын салып, слой-слойлап, қабаттап қатырып алып, пакетикке салсаңыздар да болады. Бірақ менде жақсылап жуып, жақсылап сорыққаннан кейін болғандықтан мен бірден осы пакетиктерге салып жатырмын. Мына пакетиктердің бір ыңғайлысы, мінекей сыртына датасын, атауын жазып қойғанға өте ыңғайлы. Енді тағы бір түрін көрсететін боламын. Бұл жерде кәдімгідей, бұл жерге де датасын жазуға болады, бірақ мінекей өзінің арнайы мынадай байлайтын жібі бар. Сонымен қызыл тәтті болгар бұрышын 3 түрлі формада кестік, оны 3 түрлі пакетке салдық. Одан кейін әртүрлі пакетке салсаңыздар, келесі жылы мысалы Құдай қаласа білетін боласыздар, қай пакетикте жақсы сақталады екен, мүмкін застежкамен жақсы сақталады екен, мүмкін кәдімгі арзан жаңағы 100 данасы 600 теңге тұратын пакетикте жақсы сақталады екен. Әрдайым осылай эксперимент жасап тұрған жөн. Сонымен қатар полугорки пересті де кәдімгідей пакетикке салып шықтық. Ал енді мінекей шатасып кетпес үшін атауын жазып жатырмыз. Мінекей видеода көріп отырғандарыңыздай қызыл тәтті болгар бұрышын, кабачокты, полугорки пересті бүгін қысқа қатырып алдық. Оларды әртүрлі формада кесіп, әртүрлі қатыруға арналған ыдыстарда, пакетиктерде мінекей сақтап қойдық. Енді өздеріңіз қандай көкөністерді жақсы көрсеңіздер, мысалы қай көкөністерді қаласаңыздар, қалауларыңызға қарай дәл осындай жолмен қысқа арнап сақтап алсаңыздар болады. Достар, тағы да айта кетер бір кеңесім, ерінбеңіздер, әлі де кеш емес, өздеріңіз қалаған көкөністерді, көк шөптерді қатырып осылай сақтап алыңыздар. Қысты күні жақсылап тұрып рахатын көретін боласыздар. Құрметті көрермендерім, видео пайдалы болса, видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, өз достарыңызбен бөлісе кетуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің әрбір жылы лебіздеріңіз менің бойыма шабыт береді. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.